Сәлем, бүгін біз Гарсинский кітабының екінші тапсырмасын жалғастыратын боламыз. Алдымен жалғастырмай тұрып, артикл деген ұғымға айтала жіберсек. Артикл дегеніміз ол екі бөлінеді. A және N. A артиклдің өзі, белгісіз артиклдің өзі екі бөлінеді. Және оның екінші бөлімі Z артикл тұғын. Бізде қай кезде қолданады? Бізде дауысты дыбыс алдында. Мысалға, a book, a cat. N бізде дауысты дыбыс алдында қолданылады. An apple, an egg. Деген дауысты дыбыстар келген кезде N қолданамыз. Енді Z ол бізде нақты белгілі зат туралы айтқанда, немесе екінші рет айтқанда қолданылады. I have a cat, the cat is black. Бұл жерде уже мысық бізге белгілі, одан кейін уже the артиклі қолданылған. Уже бізге ол нәрсе таныс, сондықтан the артиклі келген. Бір зат туралы, және мына ережені қазір жаттығу орнымыз бұрын жазып алайық, бір жерге есте сақтап алайық. Бір зат туралы алғаш айтқанда an, сол зат туралы екінші рет немесе нақтылап айтқанда the қолданылады. Көпше түрдегі немесе жалпы ұғымдағы сөздерден бұрын артикл қойылмайды. Мысалға, friends көпше келіп тұр, достар, boys, балдар, daughters, қыздар, қызы деген сияқты. Бұл жерде көпше болғаннан кейін артикл қойылмайды. Енді кеттік ары қарай. He hasn't got a car. Бұл жерде he has not got a car. Бұл жерде бірінші рет белгі жаңағыдай таныс емес жағдай болғаннан кейін артиклін қоямыз. Сонда he has got a car болады. But he is got a computer. Бірақ ода компьютер бар. Сіздерге енді бұны да бірінші рет таныс емес жағдай ретінде айтып жатыр. Сондықтан қоямыз. Артиклін қоямыз. Мен жазайын жерге түсінікті болу үшін. Артикл қойылдым. Артикл қойылады. Енді computer is new дейді. Енді бұл жерде екінші жағдайда бізге уже компьютер туралы белгілі. Сондықтан Z деген артикл қолданылады. My friends have got a cat and a dog дейді. Енді бұл жерде my friends жаңа айттық, достар көпше сөз келген кезде одан кейін болсын, одан бұрын болсын артикл қойылмайды. Ешқандай артикл қойылмайды. Have got a cat. Енді айтып менің достарымның мысығы бар. Енді бұл бізге таныс емес жағдай тұғын. Сондықтан артикл қолданылады. Одан кейін and the dog. Тоже артиклі қолданылады. Енді одан кейін айтып енді бұл жерде өздеріңіз білесіздер. The dog never bites. Ит бізге белгілі. Сондықтан the артиклі қойдық. Ол ешқашан тістемеген мысықта. Енді бұл жерде мысықта бізде белгілі нәрсе болғандықтан the артиклі қолданылады. This is a tree. Бұл ағаш бірінші рет. Одан кейін the tree is green. Ағаш жасыл. Бізге ол белгісіз нәрсе еді. Бізге алдын бұл белгісіз нәрсе болды. Олың ағаш екені айтылды. Енді белгілі болғандықтан the артиклін қойдық. Ағаштың жазылып екені айтқанда. Одан кейін I can see three boys. Бұл жерде қалай ойлайсыздар? Артиклі қойыла ма, қойылмай ма? Қойылмайды, себебі бұл жерде көпше келіп тұр. I can see three boys. Көпше келген кезде вообще бізге артикл керек емес ол кезде. Енді бұл жерде бізге таныс жағдай болған кезде
the boys болады. The boys are playing. I have bicycle. Менің велосипедім бар. Бірінші рет айтып тұр. Ол кезде артикль қолданылады. Bicycle is black. Велосипед қара. Бұл кезде the артикль қолданылады. My friend has no bicycle. Менің досымның, там бұл жерде my және есімдіктерден кейін бізде не істейтін еді? Артикль қолданылмайтын еді. Has no, сосын no-дан кейін де артикль бізде вообще қолданылмайды. Одан кейін our room is large. Our кеп тұр бұл жерде де. Our болған кезде не істелінеді? Тоже артикль қолданылмайды. We wrote dictation yesterday. Так, dictation. Бізге бірінші рет айтып тұр, бұл оқиға. Кеше болған, біз оны енді естіп жатыр, сондықтан артиклі қолданылады. Dictation was long. Енді бізде dictation бізге белгілі, сондықтан the болады. She has 2 daughters and 1 son. Бұл жерде енді 2, және тағы да бір ескеретін нәрсе, сандар келген кезде де одан кейін артикль вообще жүрмейді. And 1 жерде де кешіріңіздер, мына жерде қойылмай жатыр маған қазір. Мына 1-нан кейін қойылмайды тоже. He-ден кейін де бізде не істейді? Қойылмайды, өйткені есімдік. Енді son is pub. Ол оқышы бірінші рет айтып тұр. Значит, бұл жерде бізде артиклі бар, Last year, I gave my mother bracelet for her birthday. Нәтижесі қалай ойлайсыздар? Майдан кейін артикль қоямыз ба, қоймаймыз ба? Қоймаймыз, әрине. Одан кейін bracelet. Bracelet бізде қандай болады? Белгілі ма, белгісіз бола ма бұл жерде? Белгісіз, Біз bracelet бірінші рет естіп тұрық. For her birthday дейді. For her birthday. Herден кейін істейміз, артикль обязательно қоймаймыз, себебі есімдік. She liked bracelet дейді. She liked bracelet. Bracelet бізде не істейді? Уже түсінікті, сондықтан the қоямыз, My brother's friend has no dog дейді. Бұл жерде не істейміз? Артикль қоймайды екенбіз. Brothers. Brothers'тен кейін не істейді? Алдын айтқан едім, Бұндай жағдайда да досымның, інімнің, сіңілімнің, әпшемнің деген жерлерде ның деген s деген жалғау тұрған кезде біз вообще-то жаңағыдай қоймаймыз, артикль вообще қоймаймыз. Friend has no-дан кейін істейміз, қоймаймыз. This pencil is broken. This pencil is broken. Енді қараңыздар. Тағы бір ескеретін нәрсе бар осы жерде ше. These, those, тағы қандай? Z дегендер бар ғой. Сондай келген кезде сілтеу есімдіктері бар ғой. Сілтеу есімдіктері деді ғой, Сондай кездерде біз артикль қоймаймыз. Тағы бір ереже осы. Жазбаңыздар. Сондай кезде біз вообще-то
артикл қоймаймыз. Is broken. Give me that pencil, please, дейді. Give me that pencil, please. Енді бұл жерде қалай қойсақ болады? Так, that деген тұр, қараңыздар. That деген анау қаланды маған әперіп жүрерші. Значит, бұл жерде де артикл болмайды. She has ball. She has ball. Значит, бұл жер бізге не істейміз? Белгісіз болғандықтан бізге енді бұл нәрсе айтылғаннан кейін барып белгілі болды, сондықтан артиклі қолданылады. Одан кейін the ball is the ball, the ball болады. The ball is big, is big. Енді бұл жерде big қалай болады екен? Ол жерде қолданыла ма, қолданылмай ма? Қалай ойлайсыздар? Қолданылмайды, қараңыздар. Is тұрған жерде, are тұрған жерде, to be'дің формалары бар ғой. Солар келген кезде біз не істейміз? Артикл қоймаймыз. Одан кейін. I got a letter from my friend yesterday, дейді. I got a letter. Маған хат бар. Менің кешегі досымнан хат маған бар, Бұл жерде қалай болады? Got. Бірінші рет айтып тұр. Сондықтан деген артикл қоямыз. My қойылмайды. Friend yesterday. Letter was interesting. Қолданады, өйткені бізде хат уже белгілі. When they were in Geneva, they stayed at hotel, дейді. Ол Женеваға не істегенде барғанда, they stayed at hotel. Ол қонақ үйге тұрды, Stayed at. Енді осы жерде ойланып көріңіздерші, бола ма, болмай ма? Предлогтың қасында артикл істейді, жүре береді. Sometimes they had dinner at қалай істесек болады енді осы жерде? Бізде уже қонақ үй белгілі, сондықтан бұл жерде не істейміз? They деген артикл қоямыз. And sometimes in restaurant. Restaurant бізде қалай болады? Болады. I have got idea. Менің идеям бар, What shame, дейді. What a shame. Бұл жерде де не істейміз? Артикл қоямыз, қоймаймыз. Қалай ойлайсыздар?